Саламатсыңдар ма 7-ші сынып оқушылары 4-ші тоқсан бойынша алынатын адам ағзасындағы химиялық элементтер бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың жалпы нұсқасын түсіндіретін боламын. Оқушылар егер қажет болса каналымда физика, геометрия және алгебра пәндерінің сабақтары және БЖБ, ТЖБ талдау сабақтары бар. Каналға өтіп қажетті сабақтарды қарасаңдар болады. Ал енді оқушылар бұл БЖБ-да 3 тапсырма берілген. Бірінші тапсырмада былай делінген: органикалық заттарды қарапайым реакциялар арқылы анықтауға болады. Кестеде берілген ерітінділер арқылы анықталатын органикалық затты және анықтау принциптерін жазыңыз. Оқушылар мұнда реагенттер берілген, яғни бірінші қатарда мұз сульфаты және натрий гидроксиді ерітінділері берілген. Биурет реакциясы арқылы мұнда органикалық затты анықтау үшін нәруызды алсақ болады, ал байқалатын өзгеріске ашық күлгін түс боялатынын жазсақ болады. Ал енді мұнда йодтың спирттегі ерітіндісі органикалық затқа крахмалдаламыз, ал байқалатын өзгеріске көк түс пайда болады деп жазсақ болады. Ал енді екінші тапсырмада адам ағзасында кездесетін екі элементті атап, олардың маңыздылығын сипаттаңыз. Оқушылар адам ағзасында бірнеше элементтер бар, мысалға мыс, мырыш, фосфор, темір, кальций, калий, магний, натрий, көптеген элементтерді кездестіруге болады. Соның ішіндегі екі элементті жазатын болсақ, мысалы магний мен калийді алатын болсақ, магний күйзеліске қарсы макроэлемент, жүрек соғысының ырғағын қалыпқа келтіреді, ал калий болса қан қысымын төмендетеді және жүрек қағысын реттейді. Келесі оқушылар, үшінші тапсырма тыныс алу үдерісін сипаттаңыз. Сипаттамалары мұнда жазылған: реакцияға түсетін заттар, реакция нәтижесінде түзілетін заттар және энергия сіңіріледі немесе бөлінеді. Мұнда біз толықтыруымыз керек. Оқушылар, мінекей реакцияға түсетін заттар: оттек 20,94%, азот және тағы басқа элементтер 79,3%, көмір қышқыл газы 0,3% болады. Ал оқушылар, келесі реакция нәтижесінде түзілетін заттар: оттек 16,3% болады, азот және тағы басқа элементтер 79,7% болады, ал соңғысында көмір қышқыл газы 4% болады, яғни реакция нәтижесінде түзілетін заттар. Ал бұндай кезде оқушылар тыныс алу үдерісінде энергия сіңіріле ме, бөліне ме деген жерге біз энергия бөлінеді деп жазатын боламыз. Сонымен оқушылар өздерін көріп отырғандай 3 тапсырманы толық талдап аяқтадық. Егер түсінбеген сұрақтарың болса, комментарийға жазып сұрасаңдар болады. Каналға жазылыңдар, лайк басып, өздеріңнің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.